Жәнібек пен керейден бастау алған бектілігіміз бен тектілігіміз әр қазақтың қанынан, жүрегінің жанынан орын алған. 62 тамырымызда аққан қанымыздың негізі ар мен намыстан тұрады. Жұдырықтай жұмыр жүрегіміз имандылықтан тұрады. Батыр бабаларымыздың әр соққан сойылы, шапқан қылышы, түйреген найзасы тәуелсіздігімізге бір қадам болса да жақындатқаны айқын. Арыстандай азулы ержүрек ерлеріміз ертеңгі ұрпақ үшін елеңдеп, естесін еш жауымызға бермегені шындық. Осыған орай өндіріс ауылының жалпы орта білім беретін мектебі, коммуналдық мемлекеттік мекемесі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған қаншама құрбандықпен қол жеткен тәуелсіздігімізді құрметтей, қастерлей білуге тәрбиелеу мақсатында тәуелсіздік мәңгілік елдің тұғыры тақырыбында оқушылар арасында сұхбат өтті. Хандығы қашан құрылды? 15 ғасырда 1465 жылы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының авторы кім? Өте жақсы, жарайды. Біліп жүріңіздер, жақсы? Орай сұрақ қойылым келеді, есесіне Қазақстан шоколадын береміз. Қалай қарайсыздар? Жақсы. Айтыңыздаршы, біздің судың авторы кім? Шәкен. Мен айттым, апай мен бұршын. Жақсы. Ал елтаңбаның авторын білесіз бе? Кәне маған кім өзі? Ал айтыңыздаршы, Нұрсұлтан қаласы қай өзен бойында орналасқан? Сіздерге тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған сауалнамаларға жауап беруге дайынсыз ба? Айтыңыздаршы, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік мемлекеттік Қазақстан елін Ал келесі кезекте бірінші сынып оқушыларына кезек берейік. Жақсы кет. 12-де Сәлеметсіздер ме оқушылар? Керемет. Қалдарың қалай? Жақсы. Керемет. Мен сендерге бір қызықты сұрақ қойғым келді. Жауап бере аламысыздар барлығыңыз? Иә. Айтыңдаршы, біздің қазіргі президентіміз кім? Қасым-Жомарт Тоқаев. Жақсы. Қасым-Жомарт Тоқаев өте жақсы. Ал сендер біздің әнұранымызды білесіңдер ме? Иә. Айтып бере аласыңдар ма? Иә. Кәнекей, қалай айту керек? Ерім, менің жерім, гүлім болып, елім емін, жылым болып, төгілемін елім, туған жерім менің, Қазақстаным. Өте жақсы, жарайсыңдар. Аллах қойыңдар. Апай, сен үйде жеп па? Біз өндіріс ауылының жалпы орта білім беретін мектебі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай тәуелсіздік мәңгілік елдің тұғыры тақырыбында Астрахан номер 1 жалпы орта білім беретін мектебінен сұхбаттасуға келдік. Ендеше тамашалаймыз. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сіздерге тәуелсіздіктің 30 жылдығына байланысты сұрақтар қойсам, қалай қарайсыздар? Жауап бере аласыздар? Жақсы. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін қашан алды? Нешінші жылы? Нешінші жылы? 1991. Екі қыз жауап берді.
сұрақ қоямын, күтесіз? Шоколад берем. Қара шоколад жегің келе ме? Қазақстан жегің келе ме? Сен қазіргі президент кім екенін білесің бе? Кім? Қазіргі президентіміз. Қасым. Ага, ал тұңғыш президентіміз кім? Нұрсұлтан? Нұрсұлтан әбішұлы Назарбаев. Біздің рәміздерімізді білесіз бе? Мен Мен бала. Әнұран елтаңбаға. Өте жақсы. Есесіне саған шоколад береміз. Оңай сұрақ, нешінші сыныпсың? Соған байланысты. Демек сен біздің рәміздерді білесің ғой? Қандай рәміздеріміз бар? Өте жақсы. Ал әнұранды білесің бе? Қайырмасын айтып бере аласың ба? Қолымызды қоямыз. Біздің сұхбатымыз әлі де жалғасын табуда. Ендеше қызықты сұхбатымызды жалғастырайық. Айтыңыздаршы, біздің Қазақстан Республикасының туының авторы кім? Тудың авторы. Ойланайық. Тудың авторы балалар естеріңізде болсын. Шәкен Ясбеков. Жақсы естеріңізде болсын. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне орай сұрақтар қойсам деймін, бірақ қиын емес, уайымдамаңыздар. Жалпы білесіздер ме тәуелсіздік қашан алған? Жылы. Қазіргі президент кім білесіз бе? Кім президент болды? Немесе Тоқаев, иә? Ал біздің тұңғыш президентіміз кім? Ой, жақсы. Рахмет.